Сәлеметсіздер ме? Арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода творог қосылған пирог әзірлейміз. Ол үшін алдымен ұнымызды және де қопсытқышымызды саламыз. Содан соң сары майымызды саламыз. Маргаринді қосуға болады. Мен бұл жерде пампушка қостым. Ол сәл қаттылау болса да болады, бөлме температурасында да болса болады. Немесе мұздатқышқа қатырып, теркамен өткізіп жасасаңыздар да болады, өз қалауларыңыз. Бастысы осылай ұнмен араластырып, осындай ұнтақ тәріздес болуы қажет. Алдын ала жұмыртқа мен құмшекерді салып, осылай дайындап қойған болатынмын. Соны қосамыз, одан кейін әдемілеп қамыр илейміз. Қамыр өте жұмсақ, әдем болып шығады, қолға жабыспайды. Оны көптеу болмау керек. Егерде илеген кезде осылай қамыр қаттылау болса, піскен кезде де қамыры кішкене тығыздау болып қалады. Сол үшін онды міндетті түрде есептеп салу қажет. Қамыр өте жұмсақ, өте әдем болып тұр, қолға өте жағымды. Енді оны ортасынан бөлеміз. Мен бұл жерде 2 пирогтың рецебімен жасап жатырмын. Ал описаниеде 1 пирогтың өлшемдерін жазып қоямын. Қамырымыз өте әдем болып шықты. Енді оны пакетке салып, тоңазытқышқа қоя тұрамыз. Енді салмасын дайындаймыз. Жұмыртқа және де творогымызды саламыз. Творогтың бұл жерде жұмсақ болғаны жақсы. Егерде үйлеріңіздегі творогтарың сәл қаттылау, андай іртіктеу болатын болса, ситадан жайлап қолмен ысып өткізіп алсаңыздар болады. Үстінен қаймағымызды саламыз. Және де құмшекерімізді саламыз. Бұл жерде мен 2 пирогтың салмасын дайындап жатырмын. Описаниеде 1 пирогтың өлшемдерін жазып кетемін. Содан соң үстінен крахмал саламыз. Кукуруз крахмалын саламыз. Бұл біздің салмамыздың қалпын ұстап тұру үшін. Енді оны осылай блендермен жақсылап араластырып аламыз. Мінекей дайын болды. Сұйық болады осындай. Содан соң тоңазытқыштан қамырымызды аламыз. Мен екінші қамырына жаңағы бөліп алған үстінен какао салдым да қайтадан илеп шықтым. Содан соң осындай қара қамырымыз шықты. Дайын болған қамырымызды кез келген өзіңіздің пісіріп жүрген қалыбыңызға аласыз. Содан соң астына және үстіне қамырды жақсылап жайып шығамыз. Мінекей осылай. Содан соң алдын ала дайындап қойған салмамызды саламыз, үстінен құямыз. Салмамды тең жартысын әдемілеп өзі қамырдың үстіне құямыз. Дәл осы арада пешіміз қызып дайын тұруы қажет. Мінекей енді қызып тұрған пешімізге салып пісіріп аламыз. Менде бұл жерде 160 градуста 30 минут пісіп шықты. Әркім өзінің пешінің градусына қарап пісіресіздер. Мінекей пирогымыз суып, дайын болды. Өте керемет, өте дәмді болып шығады. Және де өте тойымды. Әсіресе 5-тің шайы кезінде осы пирогпен шай берсеңіздер, кешкі тамаққа дейін жақсы тойып жүреді.
мінекей осылай әдемі, дәмді, тойымды болып шығады. Енді келесі какао қосылған қамырымызды ыдысымызға салып, дәл жаңағыдай етіп, шетіне жайып аламыз әдемілеп. Содан соң қалған салмамызды үстінен құямыз. Енді қызып тұрған пешімізге салып пісіріп аламыз. Осы арада шоколадымызды водяной баняда немесе микроволновкада ертіп аламыз. Үстінен кішкене сұйық май құямыз. Содан соң осындай жаңғақтарымызды саламыз. Жаңғақты кішкене езіп салсаңыздар да болады, кішкене майдалап. Ол енді өз қалауларыңыз. Содан соң дайын болған және де суыңқыраған пирогымыздың үстіне әдемілеп құйып шығамыз, жан-жағына жайып шоколадымызды. Мінекей осылай құямыз да жан-жағына әдемілеп жаямыз. Бұл пирог өте дәмді болып шығады. Суыды дайын болды пирогымыз. Енді кесіп көрейік. Мінекей ортасы да әдемі болып шықты. Мына шоколад құйғаннан кейін шоколады міне өзінің сұйықтығымен ағып, өте әдемі болып көрініп тұр. Видео ұнап, пайдалы болып жатса, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Сіздердің әрбір жазған ойларыңыз мен үшін өте маңызды. Егер де осы рецептпен жасап жатсаңыздар, комментарийде міндетті түрде бөлісе кетіңіздер. Видео ұнаса лайк басыңыздар, ұнамаса не үшін ұнамағанын комментарийде жаза кетіңіздер. Аяқ асты қонақ кеп қалатын болған жағдайда осы пирогты жасасаңыздар өте керемет дастарханға қойғанға. Себебі басқа торттарды креммен жасайтын болсаңыздар, олар крем сіңу керек, оған кішкене уақыт кетеді. Ал бұл тортты бірден пісіріп, суытып бере берсеңіздер болады. Мінекей қараңыздар, өте дәмді. Бұл пирогты бірден жасағаннан шықпай қалса, келесте жасамай қоймаңыздар. Тағы да жасап көріңіздер, себебі бұл творогқа байланысты.